Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 9-шы күніне ауызашарға мен арпа көже пісіремін. Ең алдымен арпаны жақсылап жуып, кем дегенде 2 сағат бұрын салқын суға салып, бұқтырып қоямыз. Қазанымызға сүйекті етті, майлы жерін салып, оған 10 шақты бас қара бұрыш, 1-2 лавр жапырағын қосып, қайнатамыз. Қазанымызды қыздырып, зәйтін майын құямыз. Оған ұсақтап туралған етті салып қуырамыз. Қатты отта қуырамыз. Шамамен 3-4 минут қуырамыз. Еттің суы тартыла бастағанда 1 шай қасық көлемінде лағманға арналған, сиыр етіне арналған және кішкене зира майға салып қуырып аламыз. Одан кейін қасықтың ұшымен бал немесе 3-1 шай қасық қант қосамыз. Томат пастасы немесе 1 шай қасық көлемінде паприка қосамыз. Барлығын майға бататындай етіп араластырып аламыз. Осылай қуырылған кезде дәмдеуіштердің иісі, дәмі жақсы шығады. 1 шай қасық тұз саламын. Және 2 қызанақты ұсақтап турап, оны салып қуырамын. Ет қайнады. Оның көбігін алып, тазалап аламыз. Және біз қазір бұл барлығы пісіп болған кезде де сорпаны сүзіп алатын боламыз. Сондықтан тап-таза болып, көбігінің тап-таза тазалау міндетті емес. Енді 1 үлкен пиязды турап аламыз, ұсақтап, жартысын етке саламыз. 1 пияздың жартысын қуырып жатқан етімізге саламыз. Бұл кезде пияз қуырылмайды, тек пісетін болады. Пияз жұмсарғаннан кейін арпаны саламыз. Және арпа батып тұратындай етіп су құямыз. Арпа қайнағаннан кейін отты ортадан төменге қоямыз. Және қазанның бір шетін кішкене, қақпағының бір шетін ашып, 1 сағат 20 минут қайнатамыз. Сүйек әбден қайнап, етінен ажырады. Енді оның сүйегін бөлек алып, етін турап, сорпасын сүзіп аламыз. Екінші қазанымызға келеміз. Сүзіп алған сорпамызды құямыз. Қалған піскен етті турап, бетіне салып жібереміз. Ауыз ашып болған соң, дәмін көріп, егер тұзы аз болса, тұз қосамыз. Құйып аламын. Өте пайдалы сорпа. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.